Саламатсыздар ма балалар? Жаратылыстану пәні 31 сабақ. Бүгін сабағымыздың тақырыбы дыбыстың қаттылығы. Бұл сабақта дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеуді білетін боласың. Жаңа сабақты бастамас бұрын қайталауға арналған сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: адамдардың дауысы бірдей ме? Қандай ерекшеліктері болады? Жоқ, адамдардың дауысы бірдей болмайды. Адамдар қатты немесе бәсең сөйлей алады. Шығатын дыбыстың қатты немесе бәсең болу тербелістің қарқындылығы мен жиілігіне қарай байланысты. Екінші сұрақ: саған табиғатта қандай дыбыстар ұнайды? Маған табиғатта сарқырап ағып жатқан судың дыбысы ұнайды. Судың дыбысын естігенде жаным тыныш тауып бір демалып қаламын. Сонымен қоса құстардың сайраған үнін де жақсы көремін. Сен түрлі дыбыс тербелістен пайда болатынын білесің. Дыбыстар қатты және бәсең болады. Мысалы, музыканы қатты немесе бәсең қоюға болады. Адам да қатты немесе бәсең сөйлей алады. Дыбыстың қаттылығы тербелістің қарқындылығы мен жиілігіне байланысты болады. Дыбыстың қаттылығы әртүрлі болады. Оны децибел деп аталатын бірлікпен өлшейді. Дыбыстың қаттылығы сызба арқылы бейнеленеді. Мысалы, сызбаға қарап отырсақ, қай сызбада қатты дыбыс, қайсында бәсең дыбыс бейнеленген анықтауға болады. Қараймыз, бірінші сызбада қатты дыбыс, екінші сызбада бәсең көрсетілген. Оны сызбадағы тербелістің қарқындылығына қарап анықтауға болады. Бізде диаграмма берілген екен, қараймыз. Әр бір баған мектепте қандай уақытқа сәйкес келетінін анықта дейді. Мысалы, А үзіліс кезінде дейді, Ә математика сабағында дейді, Б кітапхана, В асхана дейді. Дыбыс адамға әртүрлі әсер етеді. Кей дыбыс ұнамды болады, ал шектен тыс жоғары дыбыс адам денсаулығына кері әсерін тигізеді. Бірінші баған үзіліс кезінде, екінші баған асханада, үшінші баған математика сабағында, төртінші баған кітапханада нұсқаларына сәйкес келіп тұр. Дыбыстар қаттылығы шкаласына назар аудар. Дыбыс қаттылығы 130 децибелден жоғары болғанда құлақта ауырсыну пайда болады. Қараймыз. 1 метр қашықтықтағы сағаттың тықылы 10 дециметр, пойыздың шуылы 90-95 децибел, зымыран ұшқанда 140-190 децибел, реактивті ұшақ ұшқанда 120 децибел, айқайлағанда 70 децибел, жапырақтың түсуі 0 мен 10 децибел аралығында екен. Балалар, сабақты қорытындылайықшы. Дыбыстың қаттылығын немен өлшейді? Дыбыстың қаттылығы әртүрлі болғандықтан оны децибел деп аталатын бірлікпен өлшейді. Оны дб деп белгілейді екенбіз. Екінші сұрақ: қандай дыбыс есту мүшесіне зиян келтіреді? Дыбыс адамдарға әртүрлі әсер етеді. Кейбір дыбыстар ұнамды, ал кейбіреулер шектен жоғары болғандықтан адамның денсаулығына кері әсерін тигізеді. Сол себепті құлаққаппен әуен тыңдағанда дауысын қатты қойып тыңдауға болмайды. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.